және менің сүйікімді бүлдіршіндерім, бүгінгі күндеріңе сәттілік тілеймін. Сен де маған жақсы тілек тілеуді ұмытпа, балақай. Сендермен тағы таңғы жаттығуға оралайық. Орнымыздан тұрамыз, қолдарымызды жоғары, төмен көтеріп, кәне көңілдірек мына жаттығуларды қайталаймыз, балақай. Тамаша, өте керемет орындадың. Кішкене иілеміз, оң қолымызды және сол қолымызды аяқтарымызға туралап, мына жаттығуды да бірнеше рет орында, балақай. Келесі жаттығу, қолдарымызды жоғары төмен көтеріп, кішкене отырып тұрамыз. Тіземізді бүгіп. Келесі жаттығу, қолды жоғары көтеріп, бірнеше рет секіреміз. Келесі жаттығу, балақай, екі қолыңды жоғары төмен түсіріп, мына жаттығуды да бірнеше рет қайтала. Келесі жаттығу, оң аяғыңды, сол аяғыңды алдыңға қарай созып, мына жаттығуды да бірнеше рет орында, балақай. Тамаша, өте керемет орындадың. Бүгінгі күніңе сәттілік, балақай. Ал енді сендермен жаңа оқу қызметіне өтеміз. Сөйлеуді дамыту тақырыбы нан қайдан шығады ертегісі. Шаттық шеңбері, қайырлы күн, қайырлы күн, қайырлы күн аспан, қайырлы күн барлық жақсылық өзімізге. Әрқашан осындай бір-бірімізге жылы тілектер айтып, көңіл күйімізді көтеріп жүрейік. Ас атасы нан демекші, күнделікті біздің тұрмыста қолданып отырған нанымыздың біз қайдан келетінін білеміз бе екен, балақай? Сол бір ғана ұннан бірнеше тәтті тағамдар жасалынады. Тәтті бәліштер пісіріп жатады аналарымыз. Біз соны күнделікті жейміз. Ал бірақ соның қайдан келгенін біз білеміз бе екен? Қазір мен сендерге бір ертегі барысында соны айтып беретін боламын. Мына суретке назар аударайық. Бұл жерде дүкеншіні, диірменшіні, наубайшыны көріп тұрмыз. Бұл суреттер қазір ертегі барысында бізге түсінікті болады, балақай. Ерте-ертеде бір тышқан нан дүкеніне кіріпті. Сонымен тышқан сөреде жаңа піскен сап-сары бөлкелерді көріп, қатты нан жегісі келіпті. Сонымен тышқан ойланбастан сөреге шығып, бір ыстық бөлкені төмен қарай түсіріп жіберіпті тұмсығымен. Сөйтіп тұмсығы жыбырлап, тышқан енді ыстық нанды жейін деп жатқан кезде, есіктен сықырлап бір күзетші ағай кіріп келіпті. Оны байқаған тышқан бірден жасырынып қалыпты. Сонымен тышқан нанның жанына келіпті. Нан, сен қайдан шықтың? Деп сұрақ қойыпты. Сол кезде нан, сатушыдан сұра деп жауап беріпті. Сонымен тышқан сатушыға келіпті. Сатушы, нан қайдан шықты деп сұрапты. Сонда сатушы оған, наубайшыдан сұра деп жауап беріпті. Сонымен тышқан тымпылдап наубайшыға келіпті. Наубайшы, нан қайдан шығады деп сұрақ қойыпты. Сол кезде наубайшы, диірменшіден сұра деп жауап беріпті. Сонымен тышқан диірменшіге келіпті. Диірменге келсе, қызу жұмыс жасап жатқан адамдарды көріпті. Екі адам ұнды жинап жатса, қалғандары соларды ағылып жатқан бұлақша төгілген ұндарды қаптарға реттеп жинап жатқан болады. Мұның бәрін байқаған тышқан келіп наубайшыдан нан қайдан шығады деп сұрайса, оған наубайшы қырманшыдан сұра депті. Қырманшы ағайға келсе, қырманшы ағай тышқанды комбайншы ағайға жіберіпті. Ал комбайншы ағайдан келіп, тышқаннан қайдан шығады десе, комбайншы оған, көктемде біз трактормен жер жыртамыз. Сол жерге тұқым себіледі. Шыққан егінді егіншілер баптап күтіп, оны сосын орады, жинайды. Міне содан диірменге барып, дүкендерге ұн болып барады. Міне нан солай келеді деп жауап беріпті. Мұны естіген тышқан, ой, неткен еңбек, мен бұлай жұмыс жасағым келмейді, мен дайын нанды жегім келеді деп өз ойын айтыпты. Бұл кезде комбайншы оған ашуланып, байқадың ба, ана жерден бір мысық келе жатыр депті. Оны байқаған тышқан бірден жасырынып қалыпты. Міне балақай, көрдің бе, нанның, бір ғана нанның бізге қанша адаммен еңбектеніп келіп жатқан. Енді есте болсын, әрқашан жерде жатқан нанды жоғары көтеріп қойып, біз оны қадірлеп, қастерлеп жүрейік. Ал енді мына суреттерге назар аударайық. Мына нан өнімдерінің арасында қай зат артық екен? Соны маған
видео арқылы айтып жолдауды ұмытпа балақай. Және менің оқып берген ертегімнен саған қандай қызықты жерлер есіңде қалды, және осы ертегіні маған өзің тағы бір рет айтып видео арқылы жолдауды ұмытпа. Сонымен бүгінгі оқу қызметіміз аяқталды балақай. Көріскенше сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.